Сол күні жұмбақ ғаламшардан 2 бала келді. Жұмбақ елден келген балалардың әңгімесі де құпияға толы еді. Біз жердегі тіршілікті көп зерттедік, деді қонақтың үлкені. Жер ғаламшары ғарыштан керемет әдемі көрінеді, бірақ жақындасаң қатты қорқасың. Қара қою түтіннен, улы газдан тұншыға бастайсың. Көзің қарауытып басың айналады. Біз ешқайда қона алмай қатты қиналдық. Мұхиттарда көк киттердің күңіренгенін, аққулардың таза суда аңсағанын көрдік. Алағаю мұзды құшақтап қатты жылады. Ормандар өртеніп жатыр. Құстар ұясынан айырылды. Жүрегіміз ауырды. Қап, ят болды-ау, деді Мақсат. Өздеріңе әдейі келдік, деді екінші қонақ бала. Табиғат ананы ренжітіп алыпсыңдар, бірақ барлық ақылды бала осы жерде тұрады екен. Болашақтарың жарқын, көңіл күйлерің, өмірлерің жақсы болады. Ол үшін жер ананы сақтаңдар. Бәріне жауапты сендерсіңдер. Біз қазақтарды күннен келген халық деп білеміз. Сендер сол халықтың ұрпағысыңдар. Сондықтан бәріне жауаптысыңдар, деді үлкен қонақ.